Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбе қосылып жасалатын сочники дайындаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет және шекер. Екеуін біркелкі болғанша шанышқының көмегімен араластырамыз. Миксер қолданбаймыз, өйткені ол біздің шекерімізді ертіп жіберуі мүмкін. Оның үстінен бір дана жұмыртқамызды саламыз. Бұларды да біркелкі болғанша араластырамыз және ұнымызға қопсытқыш салып, електен өткіземіз. Бірінші шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Әрмен қарай қолмен қамыр илейміз. Көп илеудің қажеті жоқ, өйткені сары май еріп кетсе, бізде песочный тесто шықпай қалуы мүмкін. Бізде осындай біркелкі қамыр шығу керек. Енді осыны целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа 40 минутқа салып қоямыз. Енді сочниктің салмасын дайындаймыз. Бізге сүзбе қажет, менде үй сүзбесі және де шекер. Екеуін шанышқының көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Олардың үстінен 1 шай қасық ванильный шекер және де жұмыртқаның ақ уызы. Сары уызын біз сыртына жағуға алып қаламыз. Әрмен қарай біз қаймақ қосамыз, 2 ас қасық. Және де оның орнына мен кокос стружкасын пайдаландым. Егер сіздің сүзбеңіз құрғақ болса, онда ұн қосудың қажеті жоқ. Сұйық болған жағдайда ғана қосамыз. Салмаға ұн қосқан жағдайда оның дәмі өзгереді, сол үшін мен кокос стружкасын қостым. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды аламыз, біркелкі болғанша илейміз. Әрмен қарай бұл қамырды мен 12 бөлікке бөлдім. Тараздың көмегімен бәрін бір салмақта 1 грамда бөліп шықтым. Әрмен қарай дайын болған қамырларымызды шарик тәріздес етіп домалақтап шығамыз және оларды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, шамамен 4-5 мм болса жеткілікті. Қамырымыздың бір шетіне ғана салмамызды салып, екінші шетімен жабамыз және екі шетін видеода көрсетілгендей бір-бірімен жабыстырамыз. Дайын болған сочниктерді пергамент қағазына орналастырып, олардың үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Алдымен 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Әрмен қарай градусын 180 градусқа түсіріп, 10 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің сочниктеріміз дайын болды. Дәмі өте жұмсақ, қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Әсемдеу үшін қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады, немесе ерітілген шоколад, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.